Каспий.kz тағы да таң қалдырды. Астанадағы цифрлық инклюзия және трансформация бойынша Азия-Тынық мұхиты министрлер конференциясына келген шетелдіктер картаматтың қазақстандық Каспий Голд картасын шығару жылдамдығынан ерекше әсер алды. Қазақстандық инновациялық Каспий.kz компаниясының көрме стендіне бірінші болып Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов пен Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары және ЕСКАТО атқарушы хатшысы Армида Сальсия Алишахпана келді. Мұндағы залда Қазақстанның цифрлық технологиялар саласындағы әзірлемелері ұсынылған. Барша қазақстандықтарға жақсы таныс Каспий Голд картасы шетелдік қонақтарды, дәлірек айтсақ, оның жоғары жылдамдықтағы өндірісі қатты таңғалдырды. Конференцияда көрсету үшін арнайы картамат әкелінген. Мен мұндайды өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Картаны алу үшін 1-ақ минут керек. Менің ойымша бұл адамдар үшін өте маңызды. Картаны алу үшін 1-ақ рет басасыз. Бұл керемет, таңғаларлық, қандай жылдамдықпен басып шығады. Менде кәдесый алтын карта бар. Естелік үшін сақтап қоямын. Айта кетейік, қонақтар конференцияда алған бұл карта төлем картасы емес, сыйлық естелік кәдесый. Каспий.kz Қазақстанда жасалған жазуы бар. Картамат 300-інде тоқтаусыз жұмыс істеді және одан сыйлық картасын алғысы келетін адамдар легі толассыз болды. Мен бұл технологиядан ерекше әсерленіп тұрмын. Меніңше бұл өте маңызды. Өйткені қазіргі кезде бәріміз бәрін жылдам алғымыз келеді. Бәрі уақытын бағалайды. Уақыт ол ақша. Дәл қазіргі уақыт режимінде өнім ұсынатын мұндай қызметтің пайда болғаны маңызды. Бұл технология ұнайды. Бұл картаның поштаға келуін күткеннен жылдамырақ. Әсіресе ол жоғалып кетсе, немесе ұрланса, картаны ауыстыру қажет болса. Керемет технология. Мен мұндай технологияны бірінші рет көріп тұрмын. Айтайын дегенім, карта жасау үшін бар болғаны 60 секунд кетеді. Біз мұндай технологияны ешқашан кездестірмедік, немесе көрмедік. Азия-Тынық мұхиты елдерінің министрлер конференциясы Қазақстанда алғаш рет өтті. 80 жыл қатарынан бұл айтулы оқиға Бангкокта өткізіліп келеді. Ал қазір 60 елдің цифрлық технологиялар саласындағы көшбасшылары өзара тәжірибе алмасып, келісімдер жасап, қазақстандық инновациялық шешімдерге таңғалуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлық технологиялар, бизнес, білім, денсаулық сақтау үшін жаңа көкжиектер ашатын және миллиондаған адамдар үшін экономикалық өсуге жетелейтінін атап өтті. Сондықтан біз бұл саланы белсенді түрде дамытып жатырмыз. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемдегі цифрландырылған 30 елдің қатарына кіреді және онлайн қызмет көрсету бойынша 8-ші орында. Сіз кезекке тұру, нөмір алу сияқты қиындықтардан аулақ боласыз және жай ғана кіріп бетіңізді сканерлеңіз. Және барлық ақпарат бұрыннан бар, картаны аласыз. Менің ойымша бұл керемет. Мен цифрлық технологияларды енгізу жағынан Қазақстан жетекшілердің бір екенін білемін. Жарайсыздар, Қазақстан. Форумның 3 күнінде жүздеген келісімдер жасалып, мыңдаған адам қол алысты. Осылайша жаңа технологиялардың арқасында Қазақстан жаһандық инновациялық картадағы өз позициясын нығайтуды жалғастыруда.